Ассалаумағалейкум, армысың қазағым, қарагөз қазақтарым, жандарым. Сіздер әлі алданып жүрсіңдер ма? Өтірік дәрі сатып алып, шаш өсетін дәрі сатып алып, тасақ өсетін дәрі сатып алып, тестостерон өсіретін дәрілерді сатып алып. Олар даже дәрі емес қой, бат деп аталады. Ол баттар даже медициналық реестрде Қазақстандықтың тіркелмеген. Ол дәрілердің әсері сондай мықты болса, күшті болса, не үшін ол тек қана Қазақстанда сатылады? Не үшін шетелге шықпайды? Неге тек қана қазақша жүргізеді жарнаманы? Неге қарапайым халық соны жария етпейді группаларға, мамашалар бір-біріне жүріп, мә құрсын мамашалар, мынандай дәрі алған едім, действительно эффектісі мықты деп. Неге сондай нелерге тек қана блогер, мықты актерларды, бір какой-то өтірік имамдарды жалдайды? Өйткені оның бәрі өтірік. Қарагөздерім, жандарым, алданбаңыздар. Оның бәрі өтірік. Кез келген бат болсын, не болсын, мықты маркетинг, микро реклама жүріп жатыр ма? Қазақша ол өтірік деген сөз. Неге елімізде шу болып, елге айту керек жағдайда блогерлеріміз айтпайды да, ал осындай дәрілерге көттерін сатып, миллион теңге алып, халықты алдағыға дайын тұрады. Өйткені олар өтірік блогерлер. Егер сіздер жоқ болсаңыздар, мен де жоқпын деген сөз. Альхамдулилля, осы күнге дейін сіздерге қарап мен жүріп келе жатырмын. Боқтама дедіңіздер, бауыз азайтып келе жатырмын. Арасы жүріп қоямын енді байқамай. Барлықтарыңыз сіздердің арқасында. Сіздер жоқ болсаңыздар, мен қарапайым просто кореец болып қара беремін, ерлан болып болды, желіде танымай. Ал егер мен осылай танымал болып баратсам, значит Аллах тағаланың алдында мен сіздерден жауапкершілігім бар деген сөз. Сіздерге алдап ештеңе айта алмаймын, алдап ештеңе сата алмаймын деген сөз. Соны ұғып алып жүріңіздер. Өтірік дәрі мәрі сатып алмаңыздар. Бәрі өтірік.